Сарымсақтың адам ағзасына пайдасы мол. Сарымсақтың құрамында селен, магний және тағы басқа көптеген микроэлементтер, амин қышқылдары, А, В, С дәрумендері, калий, фосфор, кальций элементтері, темір, хлор, ақуыз бар. Жұқпалы аурулардың алдын алу мен емдеуде сарымсаққа тең келетін ештеме жоқ. Сарымсақ теріге сыздауық, сүйел, теміреткі, қышыма, тағы басқа жаралар шыққанда да таптырмайтын ем. Сондай-ақ сарымсақ асқазан ішек жолының қызметіне жағымды әсер етеді. Ас қорытуды жақсартады, қимыл қозғалыс белсенділігін қалыпқа келтіреді, бауырыңызды қорғап өтті айдайды. Тұмауға да өте пайдалы. Барлық ауруға таптырмайтын ем. Сарымсақтың құрамындағы антибактериялық қасиетіне байланысты саңырауқұлаққа қарсы күшті қасиеттері бар. Бұл оның аяқ-қол тырнақтарындағы зеңді емдеу үшін өте тиімді табиғи шешім. Егер де сізде осындай жағдайлар орын алса, видеоны толықтай көріп, пайдалы ақпаратты тамашалаңыз. Бұл саңырауқұлақ инфекциясынан құтылу үшін арналған табиғи өнім. Алдымен сарымсақтың қабығынан тазартып аламыз. Сарымсақ қабығында да пайдалы өнімдер көп. Қабығын банкаға салып, үстіне 4-5 тал сарымсақты тураймыз. Содан кейін оның үстіне 100 мл кокос майын құямыз. Кокос майы антибактериялық қасиетке ие өсімдік май болып табылады, сондықтан оны көбірек қолданыста тұтынғаныңыз жөн. Дәл видеода көрсетілгендей дайын болған өнімді суға 20 минуттай қайнатып аламыз. Егер де кокос майы болмаған жағдайда, орнына зәйтүн майын қолдансаңыз болады. Дәл видеода көрсетілгендей дайын болған өнімді суға 20 минуттай қайнатып аламыз. Келесі, бірнеше сарымсақты 200 мл суға қайнатуға дейін апарып 5 минут қайнатамыз. Екі тал сарымсақты үккіштен өткізіп, бинтпен немесе сито көмегімен шырынын сығып аламыз. Ашылған сарымсақтар қайнаған суды суытып алып, аяқ-қолды саламыз. 5 минуттық ванна жасаймыз. Жақсылап сүлгі көмегімен құрғатып аламыз. Сыққыштан өткен сарымсақ шырынын тырнақ айналасына жағып қоямыз. Қайнатылған өнімді тырнақ айналасына жағып, содан кейін оны матамен немесе орамалмен жуып түнде қалдыру керек.
бұл дайындалған өнімдер аяқ-қолдың артық терлеуінен және жағымсыз иістердің алдын алуында қолданылады. Бүгінгі пайдалы ақпаратты жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Каналымызды қолдау мақсатында лайк пен қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Және де арнамыздағы денсаулыққа байланысты қандай ақпаратқа ие болғыңыз келеді комментарий бөліміне жаза кетіңіз.